Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен бүгін өте жұп-жұмсақ болып шығатын мини пиццалардың рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте қарапайым, әрі үйдегі бар заттармен жасалатын қарапайым рецепттердің бірі. Дәл менің рецептімен жасап кетуді ұмытпаңыздар, және де видеомды қолдап соңына дейін қарап кетулеріңізді сұраймын. Өтініш, қазақша каналдардың дамуына өз үлестеріңізді қоса отырсаңыздар екен. Өте керемет болып шығатын рецепттердің бірі. Бізге ең алдыменен бір кесе жылы суымыз, оның үстіне қантымызды салып аламыз, бір ас қасықтай, және де дрожжымызды салып аламыз. Сонымен қатар оның үстіне тұзымызды салып алатын боламыз. Және де сұйық майымызды құйып, 2 ас қасықтай барлығында жақсылап араластырып, үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, өте жұмсақ, қатты қылып жібермеңіздер қамырларыңызды, жұп-жұмсақ қамыр ашытып алатын боламыз. Қамырларыңыздың жұп-жұмсақ болуы шарт. Енді осылай кішкене қолға жабысқақ келеді. Осы аралықта қолымызды майлап, майымыздың көмегімен қамырымыздың басын біріктіріп алатын боламыз. Енді осы қамырларымызды жылы жерге 1 сағат көлемінде қойып қойсаңыздар, керемет болып ашып шығады. Менде салмасына колбаса, сыр, кетчуп, майонез және де үйде тұздалған қияр болды. Тұздалған қиярмен жасап көргім келді. Тұздалған қиярмен де дәмі ерекше болып шығады екен. Ең алдыменен соусын дайындап қоямын. Кетчуп пен майонезді жақсылап араластырып, бір шетке алып қоясыздар. Сонымен қатар бізде осылай колбасамызды кубиктап тураймын мен майдалап. Біздің мини пиццаларымызға кубиктап турасаңыздар, өте әдемі әрі ерекше болып көрінетін болады. Дәл осы видеодағыдай салмаларын турап алсаңыздар болады. Ендігі кезекте мен тұздалған қиярымды дәл осылай, оны да кубиктап турап алатын боламыз. Шын мәнінде де тұздалған қиярмен өте ерекше болып шығады екен дәмі. Сырымызды теркамыздың көмегімен өткізіп алдым, немесе жіңішкелеп қолмен турасаңыздар да болады. Мінекей барлығында осылай дайындап аласыздар алдын ала. Бізде дайын, құрамына көп затты қажет етпейді, бірақ та өте дәмді. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай 1 сағат шамасында менің қамырым ашып шықты. Қарап тұрғандарыңыздай өте жұп-жұмсақ. Енді осы қамырларымызды қолымыздың көмегімен майда-майда бөліктерге осылай домалақтап алатын боламыз. Кішкене көтерілуге қалдырып, енді қолымыздың көмегімен жайсаңыздар, оқтаудың көмегімен жайсаңыздар да болады. Маған қолмен ыңғайлы болғаннан кейін қолыммен барлығында дәл осылай жасап шықтым. Оның үстіне ең алдыменен кетчупымызды жағып аламыз. Жаңа дайындап алған соусымызды бір келкі етіп, барлық жеріне тигізіп, жағып шығасыздар. Достар, менің осында Instagram парақшамды қалдырдым. Instagram парақшамда да әртүрлі дәмді рецепттермен бөлісемін. Сол жаққа да өтіп, қарап шықсаңыздар болады. Осы пиццамыздың бетіне кез келген соус жарай береді. Бірақ та менде ең оңай әрі қарапайым тәсіл болғандықтан осы майонез бен кетчупты қолдандым. Енді барлығын жағып болғаннан кейін үстіне ең алдыменен огурцты сеуіп аласыздар, туралған қиярымызды, яғни тұзды қиярымызды. Оның үстіне колбасаларымызды салып шықтым. Сонымен қатар барлығын осылай салып шыққаннан кейін үстіне сырымызды салып шығатын боламыз. Дәмі өте ерекше әрі жұп-жұмсақ болып шығатын осы мини пиццаны сіздерге де жасауға кеңес беремін. Әсіресе менің балапандарыма қатты ұнады. Енді осы сырын сеуіп болғаннан кейін дайын пиццаларымызды 220-250 градуста 15-20 минутта пісіріп алдым. Қарап тұрғандарыңыздай өте керемет әрі жұп-жұмсақ болып шықты. Достар, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Мен алдағы уақытта сіздермен әртүрлі дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Менің видеомды қолдап, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.